6 бөлім. Таңертең күндегідей жайма шуақ атқанымен Айнұрдың жүрегі атқақтап, уысындағы тер басқан алақанын қайта-қайта сүртіп отырды. Бүкіл үй іші Арманның жұмысқа кетіп бара жатқанына мән бермеді. Арман әдетінше көлігіне отырып кілтін бұраған сәтте Айнұр терезеден сығалап тұрды. Бәрі дұрыс болуы керек деп ішінен сыбырлап, ештеңе болмағандай ас үйге беттеді. Арман көлігінің жүрісі біртүрлілеу екенін байқап, тежегішті басып көрді. Бірақ көлік жылдамдығын бәсеңдетпестен ауылдың шетіне қарай зымырай түсті. Оның жүрегі зырқ ете түсті. Неге тежегіш істемей қалды деп дауыстап жіберді. Жолдың жиегіндегі үйлер көзді ашып жұмғанша артта қалып, енді ауылдың сыртына шыққан еді. Тыныштық орнаған далаға жеткенде көлікті тоқтатуға тырысты, бірақ рөл өзіне бағынбай бара жатты. Бір сәтте көзіне қарсы алдынан дәу жартас шалынды. Арман бар күшін жинап, көлікті бұруға тырысқанымен жылдамдық қатты еді. Көлік ызғытып барып, жартастың бетіне бар екпінімен соғылды. Темір майысып, әйнектер быт-шыт болды. Қатты соққыдан көліктің алдыңғы бөлігі жапырылып, Арманның қозғалыссыз қалған денесі орындығында сылқ етіп жатты. Сол сәтте оның жүрегі тоқтады. Ауыл ішіне дүрбелең тарап, бірінен соң бірі көлік апаты жайлы ести бастады. Біреу жолдан өтіп бара жатып, көлікті көріп, бірден адамдарды шақырды. Енесі жылап, ата өзін алмай оқиға орнына асыға жетті. Барлығы шошып абдырап қалды. Ал Айнұр болса, сырттай абыржыған кейіп танытып, жылағандардың арасында тұрды. Бірақ оның ішінде бөтен бір сезім ойнап тұрды. Жеңіс пен қорқыныш, өкініш пен жеңілдік, араласқан сезім жүрегін билеп алды. Ешкім білмейді, бәрі өз ажалымен болды деп өзіне өзі сендірді. Бірақ сол сәтте біртүрлі қорқыныш денесін шымырлатып өтті. Енді Абзал менікі деп іштей қуанды. Арманның 100 күндік асы өткен соң, Айнұрды ата енесі шақырып алып, «Қызым, сен әлі жассың, алда өмірің бар, біз саған рахметімізді айтамыз. Бірақ ата-анаңның қолында бағыңды ашсаң дұрыс болар», деді Арманның анасы көз жазын сүртіп отырып. Айнұр ішінен бәрі басқаша болады деп ойлаған, әмеңгерлік жайлы үміт күтіп жүрген. Ол үшін бұл сөздер суық жаңалықтай істейді. Бірақ сыр білдірмей, басын изеп, үнсіз тыңдады. Абзал үнсіз ғана қарап тұрды. Бұрынғыдай ойнақтап, жеңіл әзіл айтудың орнына ол Айнұрға тек «жолың болсын» деген салқын сөз ғана айтты. Бұл сөз Айнұрдың жүрегіне инеше қадалды. Айнұр төркініне кету туралы шешімге үзілді-кесілді қарсы шықты. Жұртқа сыр білдірмеуге тырысып жүргенімен ішіндегі дүлей сезім сыртқа шығып, ақыры шыдамы таусылды. Сол сәтте ол ата-енесіне әмеңгерлік туралы тікелей сөз қозғады. Арманның орнын Абзал бассын. «Мен бұл үйден кеткім келмейді», деді ол даусы дірілдеп. Бұл сөзді естігенде ата-енесі аң-таң болып, бір-біріне қарап қалды. Арманның анасы үнсіз отырып қалса, әкесі ашулана басын шайқады. «Жоқ қарағым, бұл мүмкін емес. Арманның орны бөлек, Абзал өз өмірін сүреді. Біз бұл дәстүрді қолдамаймыз», деді қарт әке ауыр күрсініп. Айнұр не істерін білмей, көзінен жас парлап, Абзалға қарай жүгірді. Ол бұған таңырқап, ыңғайсызданып тұрған еді. «Абзал, сен мені тастама, өтінемін, маған үйлен», деп оның аяғына жығылып, еңкілдеп жылай бастады. Абзал сасқалақтап, аяқ астынан не істерін білмей, оның қолынан тартып тұрғызуға тырысты.
көз алдында еңіліп жатқан жеңгесін көріп, ол тіпті не айтарын білмеді. Бұрын ойнап әзілдесіп жүретін адамынан түк қалмаған, тек есінен адасқан әйелді көрді. Айнұр көзі жасаурап, екі қолымен Абзалдың білегінен ұстап, жалынышты кейіпте қарады. Бірімізді әлі ақ сүйіп кетеміз. Арман жоқ енді, біз бірге болуымыз керек, деді жылаған дауыспен. Абзал оның қолын баяу босатып артына шегінді. Жеңге, бұл мүмкін емес, деді де бөлмеден шығып кетті. Айнұр еденде жылап, бәр үміті үзілгендей сезінді. Ал төрде отырған Арманның анасы мен әкесі үнсіз ғана өзара көз алмастан отырды. Қария анасы көзіне жас алып, бұл қызға не болған, Арманның рухын қорлап, деп кемсеңдеп қоя берді. Алдындағы Айнұр қанша жалынып жалбарынса да, ата-енесі оны жылы сөзбен сабырға шақырды. Арманның анасы көз жасын сүртіп ауыр күрсініп отырып, «Қызым, біз сені түсінеміз. Арманнан айрылғанымыз бәрімізге ауыр. Бірақ әмеңгерлік деген тек артында ұрпақ қалдырған әйелге жарасады. Бұл салтымыз. Арманнан бізге ұрпақ қалмады. Сол себепті бұл мүмкін емес», деді үнінде мейірім мен салқындық қатар өріліп. Айнұр үнсіз отырып қалды. Оған бұл сөздер ауыр тиді. Ішіндегі үміт пен арманы бір сәтте күл-талқан болды. «Бірақ мен сіздерді тастап кеткім келмейді», деп күбірледі ол, көзі жасқа толып. Арманның әкесі де ауыр үнмен сөзге қосылды. «Біз сені қызымыздай көрдік, Айнұр. Бірақ өмірдің өз жолы бар. Сен жассың, өмірің алда, өз бағыңды тап, қызым». Айнұрдың үміті біржола үзілгендей болды. Ол ата-енесінің сөзінен кейін ештеңе дей алмады. Айнұрдың әке-шешесін шақырып қолдарына тапсырды. Ал Айнұр болса, есінен адасып, үйдің ішінде қашып, өзін ешкімге ұстатпай, біраз әбігерге салды. Әрең дегенде ұстап қызын ақылға келтіру үшін ағасы бір-екі рет шапалақпен салып жіберді. Осылайша Айнұр қайын жұртын біржола тәрк етті. Айнұр төсегінде үнсіз жатып, көзін төбеге қадап, терең ойға шомды. Бәрі кеш түсінілгендей, шындықтай, Арманның бейнесі көз алдына қайта-қайта келе берді. Ол бұрынғы күндерін, Арманның сабырлы қалпын, мейірімді жүзін еске алып, жүрегі сыздап кетті. «Мен Арманды бағаламадым. Оның орны мүлде бөлек еді ғой», деп ойлады ол. Көзінен жас ағып, жастығына сіңіп жатты. Арманның жұмыстан шаршап келсе де, жылы қабағын жоғалтпайтын әдеті, бір ауыз ауыр сөз айтпайтын салмақты мінезі енді ғана қадірлі көріне бастады. Ол ауылда барынша еңбек етіп, Айнұрдың ештеңеге алаңдамай жайлы өмір сүруі үшін бәрін жасап баққан еді. Айнұр Арманға деген суық қарым-қатынасы, оның көңілін қалдырған сәттері есіне түскен сайын жүрегі қысылып, тұншыға бастады. «Мен не істедім? Арманды шын жақсы көрдім ба? Неге кеш түсіндім?» деп өзін өзі іштей жеп бастады.